бүгін бізде сіздерге айтатын бір затым бар. Мені тезірек 100 батқа жеткізсеңіздер, даже жеткізсеңіздер, мен ағамен спросып қойғанымда кеше айтқан болатынмын. Ағам 50 батқа жету керек, ол қазір 20 уже 30-ақ бат қалды оған, ал маған әлі көп. Сол үшін маған тезірек тіркеліп, лайк басыңыздар, түсініңіздер. Мен күнде серия шығарып тұратын болам, маған тіркеліп жатсаңыздар. Мен 50 подписчикке аз-ақ қалдым достар, тезірек жеткізіп тастаңыздар. Мен сол кезде эфирге кіріп өз түрімді және де қалай жатқанымды бәрін көрсетемін болам. Короче, мен не серия түсіреді деп ойлайсыздар ма? Мен дейтін қазір киінемін. Жоқ кимеймін. Короче, менің Роукса бір күндік өмірім. Сіздерге қызық болса, мен істепке де қояйын. Бірінші бойымыз өсіріп алайық, ескін шыға алмай қаламыз. Сіздер мына скинге баға беріп кетіңіздер. Маған өзіме қатты ұнап қалды скин. Баға беріп кетіңдер, короче. Вот мой домчик. Осындай мен үйім. Вот. Енді кеттік, қазір машина алайын. Одан кейін шығайық. Короче, маған дейді на машина алайын. Кеттім. Короче, басқа бір машина алып керек. Айнан алайық. Pick me low. Деп ұшамыз. Ұсыныстар маған тіркеліп кетіңіздер. Тезірек 100 батқа жеткізсеңіз. Сіздер менің қолдасаңыздар, мен сіздерді қолдаймын. 20-сы бізде осы жерде не болады. Короче, мына жерде ойнайтын боламыз. Бұл жерде не ойнайды десеңіздер, мысалға мына жердердің бәрін жауып тастаймын. Тек киім сататын жер қыламын. Күшті болады. Кассир тұрады мына жерде шоколад тегін береді. Күшті сауда жасап кеткен адамдарға. Мына жерде солар тұра береді. Мына қалған заттардың бәрін жауып тастау керек. Плотно осылай жау керек қой, осылай жағынан. Ана жағынан жауып тастау керек. Сосын болды. Короче, мен қазір дейтін магазиннен заттар алам. Сәлеметсіз бе, мұнайдың бағасы қанша деп айтайын десем, ешкім жоқ. Достар, бұл менің бір күндік өмірім. Сіздерге қиын деп ойлаймын. Достар, видео қызықты болып жатырса, мен кеше айтқан аккаунтқа тіркеліп кетіңіздер, тезірек оны 1000 подписчикке жеткізіңіздер. Ол күшті де видео түсіреді. Маған қатты ұнайды оның видеолары. Короче, тіркеліп кетіңіздер, оның сіңлісі бар, сіңлісіне де тіркеліңіздер, олар екеуі бірдей. Короче, достар, келесі ай бізде осы жерде ойын болады. Қандай ойын десеңіздер, мектеп оқиғасы деген видео түсіретін боламыз. Сіздер маған тіркелсеңіздер ғана істеп бере аламын, түсірем. Достар, ақпашымда чат бар. Маған ұнады осы. Маған ұнады, достар, күшті екен. Осы менің чатым бар, міне, вот. Менде бар чат. Ну что, видео түсіріп жатсақ, маған чатпен жаза беріңдер, мен ағашпен жазбақ қойыңдаршы, мен жыным керек. Уже ондай кейбір адамдар мен жазамын, мен жыным керек. Жазып тұрған үшін мен қатты жылайным жоқ. Тек осы чатпен жазсам қызық, рәметтің өлең. Достар, маған тіркеліңдер, тезірек жетейік. Мынау кім? Света дейді. Короче, достар, мектептің іші осындай болады. Короче, осы жерден бірдеңе істейміз, короче. Ары қарай сіздерді қыдыртамын бір автобуспен. Әрине ол автобус осындай болады, қазір көрсетемін. Автобус. Не, осындай болады автобус. Осы автобуспен шығамыз, короче, бәріміз бірігіп. Мен рөлде отырамын, ал қалғандарымен үсті-асты бәріне отырсаңыздар болады. Әрине менің
жүріп бірдеңе істеп жатқанда артынан қалып қалсаңыздар, мына тоқта анау мынау деп артынан жүгірмеңіздер. Бір машина сатып алып, мені сменаға шақырып алыңыздар. Жараймыз, өзімен қайда екенін смела білесіздер. Осылай жүреміз осы автобуспен, осылай қаңғырамыз, басқа жерлерге, лагерьге барамыз. Достар, апашы лагерьден видео түсірейін, лагерьден видео түсірейін десем. Короче, сіздерге қызық болған видео түсірейін. Короче, достар, давай біз бір күндік өмір емес, не түсірейік? Бір күндік өмір емес, біз бүгін үйге обзор болады бізде, короче. Осындай үй, вот такой. Короче, осы үйге обзор болады бізде, мана айтқандай. Мен бір күндік өмірім айтқан тұрған жоқ қандай болатын. Короче, мына жерден бастайық, гараждан. Гараж, мына жерге 2 машина сияды, плюс мына жерде бар. Мына жерге бір машина, мына жерге бір машина, 4 машина шығады. Короче, мына жерге мына жерде дейтін осындай сурет, және осындай бомба, бір бәлелер, сосын балта, мындай заттар. Одан мына жерде коробка, мына жерге, короче, гаражға кіреді. Мына жерде кинорум, короче, кино көреміз. Мына жерде компьютер, мына заттарымыз ғой, сабақ оқиды, мысалға жұмыс жасайтын орнымыз. Бұның бәрі көргеннен кейін енді үстін қарай орайық, екінші этажға. Бұл тағы екінші этаж. Бұл мына жерді бастайын бірінші, ойдай. Мына жер бірінші осындай терезе. Одан кейін осындай, вот, кітап, телевизор, диван. Мына жерде есік, сыртқа шығатын, мына жерде туалетчик, кухня, дағы мына жер кухня бар. Мына жерде кір жуатын бөлме, мына жерде. Екінші үстіне барайық тағыдан. Мына жерде балаларға арналған бөлме, 2 балаға арналған бөлме, және де мына жерде ата-анаға арналған бөлме, вот. Мына жерде киім бар. Ана жерінде туалет. Енді келесі бөлмеге көштік. Мына жерде. Короче, достар, осымен біздің видео аяқталды. Әрине 2 минуттық видео болған жоқ. Білмеймін қанша минуттық видео болғанын. Әйтеуір достар, осы жерде кімнің туған күні болғанын маған жазып кете салыңыздар. Осы жерде тойлайтын боламыз туған күндеріңізді. Менің өзіме қатты ұнады. Өте күшті болды. Вот. Мына жерде осындай балкон. Вот, осы үйде кімнің туған күні болғанын осыны тойлайтын боламыз. Осы үйде әрине видео түсірген кезде де осы үй алады. Осы үй маған қатты ұнап қалды, себебі күшті. Енді достар, короче, менің сіздер маған сан жазып кетіңіздер, мен біреуға бейнескен жасайтын боламыз. Сандармен арналған, мысалға, бір санды қайта жаза бермеңдер. Мысалы 1, 2, 3, 4, 5 дейсіздер, да? Любой сан жазасыздар, мен соның арқасында скен жасайтын боламын. Жарай ма? Ал көп маған лайк басқан тіркеген адамдарға ғана жасаймын, жарай ма? Ал комментарий жазып кетіңіздер. Ал всем пока.